Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз Adobe Illustrator бағдарламасымен танысуларға жалғастырамыз. Ендеше құжат құрып алайық. Алдыңғы сабақтағыдай өзгеріссіз қалдырайық. Бүгін біз Illustrator бағдарламасының үнемі қолданылатын эффектілермен таныса кетейік. Бұл үшін біз алдымен бір квадрат салайық. Ортасын кіл ауаткімізге керек емес. Строгын біз мындай свиталы салайық. Енді бірінші танысатын эффектіміз 3D эффекті, яғни бірінші тұрады. Осыдан кірсек, мындай терезе бет ашылады. Мұнда оң жақ басында тұрған үшеуі X, Y, Z өсінде орналасу көрсетілген. Яғни бұл жағын барып мышканың ортасын бар тоңғыласаңыздар, цифрлар өзгереді. Соған байланысты орналасуын өзгертсеңіздер болады. Қалағандарыңыздай. Егер сәл қалыңдатам десеңіздер, осылай жерден қалыңдық дәрежесін өзгертсеңіздер болады. Ал келесіде формалары, яғни кез келгеніне қойып көрсеңіздер болады. Белгілі бір коробка сияқты бір заттар жасау керек болса, осы жерден қолдансаңыздар болады. Енді басында қалдыра берейік. Жалпы сіздерде негізі былай тұрады. Сосын мына батырманы бассаңыздар, қосымша настройкалар шығады. Енді бұл жерде жарықтың орналасуы, точканы жылжыту арқылы жарықтың түсу нүктелерін өзгертсеңіздер болады. Енді бұл көрсеткіштердің көп өзгертудің қажет жоқ. Келесі бір бұл жалпы 3D эффектілі білетіндеріңіз осы. Енді мен қазір бір квадрат, жай квадрат салдым. Егер сіздер басқа да объектілер керек болса, яғни формасын салып алып 3D эффект берсеңіздер, сол заттарыңыздың 3D моделін ала аласыздар. Мен бұда кішірейтіп, Shift батырмасын басып кішірейтіп, мұнда қоя тұрайын. Ал келесі бір эффекті мен Shift батырмасын басып бір дұрыс 6 бұрышты фигура салып алайын. Бұның да фил алып тастайын. Строкқа мынандай бір градиент ала салайын. Келесіде трансформ эффекті бөлімінде көп қолданатын эффектілердің тағы бір түрі. Енді басқада. Енді мен бұны көресіздер. 95 біреу көбейтейін. Және 25 үштікке көбейтейін. Және оның градусын көріп отырсыздар. Егер мен 30-ға қойсам да болады мұндан. Елу қойып керек. Азайғанша қоя берсеңіздер болады. Яғни мен мынандай фигураны өзіме сызып алдым. Трансформның бұл өте көп қолданылады. Осы терезе арқылы көптеген жұмыстар атқаруға болады. Сіздер қол жаттықтыру үшін
осындай мысалдарды қайталап басқа да формаларын сандарын өзгертіп, қалай өзгереді, қалай болады, жаттықтырып көрсеңіздер болады. Келесіде мен бұның формасын өзгертіп, осындай бір эффектіге қол жеткізе алдым. Тағы бір бұл жерде сіздерге айта кететін тағы бір жағдай, слой бөлім көріп тұрсыздар. Бұл да фотошоптағы сияқты слоймен жұмыс жасауды қажет ететін программа. Мен мынаны өшірейін. Тағы бір айта кететін жағдай, қазір мен бір квадрат слайм строгын алып тастайық, фил, так, көкталайық, осыны эффект трансформ бештік вертикал бағытта аралары 30, жарайды 30 болсын. Мен асты қарай 5 көбейтіп алдым. Яғни осы сосын символ бөлімінен егер символ сіздерде жоқ болса, Windows символ осы батырман басып, слойды ашып басаңыздар болады. Осы бұйрықты мен мынаны белгілеп тұрам да, жаңадан символ құрайын. Яғни атын бере салайын былай. Окей батырмасын басайын. Келесіде мен бір квадрат слайында жаңағын қайталайын. Экстрита map art деген сіздерге түсіндіре кетейін. Қазір көріп отырайын, сәл қалыңдатайын. After Effects map art бөлімін жаңа айтуым керек еді, бірақ трансформ эффектісін үйретпей тұрып, оның қажеті болмады. Сол үшін қайталап отырмын. Бұл жерде map art біз бассақ, қосымша терез ашылады. Бұл дегеніміз, яғни белгілі осы мысалынан коробка деп есептесек, осының беттеріне өзіміз бір қалаған өрнектер түсіру керек болса, осы map art арқылы 3D эффектіге түсіреміз. Мысалы бұған егер өзінде бір дайын ойлар бар, мысалы мен мына сызық, қазір бұл фигураның 16 жағы бар, 10 жағы бар деп маған көрсетіп тұр. Мен мысалы көресіздер, өзгеріп тұр. Мына қызыл линия қай жерде тұр, яғни сол жағы көрсетіледі. Сол жағына мен белгілі бір фигураларды қоя аламын. Мысалы мен жаңа 5-5 деп сақтап алған өзім бір стиль қалыптастырып алдым. Соны қоя алсам, міне көресіздер. Бұны да сіздер Corel бағдарламасында осыған ұқсас тапсырма орындағансыздар. Иллюстраторда осылай жасалады ол. Окей батырмасын бастым. Окей. Көріп отырғаныңыздай осындай өрнек салдым. Яғни бұл да бірінші символға салатын өрнегіңізді символ ретінде қалыптастырып алуыңыз керек.
Енді бұл иллюстратордың эффектілері өте көп. After Effects'te қосымша тағы бір бөлім бар. Бұл кросстар. Енді бұны өздеріңіз жаңағымен ұқсас көріп арқылы өздеріңіз бір фигураны салып сынап көріп арқылы көрсеңіздер болады. Жаңағы ұқсамайтыны бұл толық фигураны сызады. Басқа функциялары бірдей. Бізде негізінен көп қолданатын эффектілер осы. Енді басқа да қосымша эффектілер әрине көп. Олар жайлы алдағы сабақтарда тоқталамыз. Болмаса алдын ала өздеріңіздер көре берсеңіздер болады. Енді бізге көп қолданатын осы тағы бір бөлім бар, edit бөлімі. Иллюстраторда тағы бір маңызды бөлімдердің бірі. Қазір edit құрамына қатысты мен бір бөліміне қатысты бір тағы бір мысал сыза кетейін. Бұны строк филға андай асылайын. Біреуді көбейту үшін alt батырмасын басып бір shiftпен қосып басып көбейтіп алайын. Бұл екеуін басып edit object кешіріңіздер edit деп қалайтын object бөлім blend. Сіздерде былай тұрады. Екіншісін таңдайсыздар. Маған 100 санын беріңіздер. Енді басқа да сан берсеңіздер болады. Оны өздеріңіз жұмыс жасау барысында сынап көрсеңіздер болады. Бастым. Case object blend Mac. Осындай фигура салып алдым, яғни мен мұны көбейттім. Көріп тұрсыздар, ішінде мынадан екінші фигураға дейін 100 фигура автомат түрде сызылды. Енді қалам құлалмай, кез келген бір осындай саласылайын. Енді бұның фил жоқ болу керек бізде. Строк раболсасын. Мен екеуін бірдей белгілеп object print бассам, яғни мен жаңағы фигураларым мен көрсеткен жол бойынша салынып шықты. Мен осы жердегі құрамдарын өзгерту арқылы, точкаларды жылжыту арқылы басқа да фигуралар ала аламын. Болмаса осындай бір артықшылықтары бар бұл бөлімнің. Әрине бұда алдағы сабақтарда тағы да көреміз. Осы объект бөліміне қатысты мысалдар. Осы объект эффект бөлімдер біз ең көп қолданатын бөлімдер. Бүгінгі сабақ осы. Сіздерге тапсырма осы мен үйреткен эффектілер және көрсеткен әдістер бойынша өз ойларыңыздан белгілі бір заттар, яғни бір фигуралар сызып маған жіберетін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.